Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын жұп-жұмсақ балды пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарды дайындап аламыз. Қаншалықты мөлшерін описанияға жазып қалдырамын. Бізге жұмыртқа, шекер, бал, айран, ұн, ас содасы және грек жаңғағы қажет. Енді жұмыртқамызды салып, үстіне шекерді салып, 2 есе масса болғанша миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Енді үстіне балымызды қосамыз. Содан соң тағы да миксерлейміз. Енді айранға ас содасын саламыз. Осылай процесс жүреді, айран көпіреді 2 есе болып. Сол кезде массамызға құйып, тұзымызды саламыз және тағы да миксерлеп аламыз. Одан соң ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізіп салып алатын боламыз. Себебі пирогтың көтерілуі осы ұнымыздың илеуіштен өткеніне байланысты. Арасында ешқандай ауа қалмау қажет. Барлығын жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Арасында ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Біздің массамыз дайын болды. Енді грек жаңғағын осылай майдалап алатын боламыз. Мен осылай пышақпен кестім. Блендермен майдалап алсаңыздар да болады. Барлығын бірдей қылып осылай турап алып, бағанағы массамызға қазір саламыз. Мінекей пирогтың массасына салып, енді жақсылап араластырамыз. Барлығы араласуы қажет. Содан соң арнайы формамызға, менде 20 диаметрлік форма, массамызды салып, жақсылап сілкілеп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Піспен-піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді әрі ерекше, балды торттан ешқандай дәмінің айырмашылығы жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.